Армысыздар құрметті отандастар. Бүгінгі тақырыбымыз адамзат тарихында алғашқы рет арбаны кім ойлап тапты? Міне осы жайлы айтатын боламыз. Осыдан шамамен 3800 жылдар бұрын Алатау мен Қаратау баурайында өмір сүрген қаңлылар тарапынан адамзат тарихында алғаш рет дөңгелекпен жүретін, жүк артылатын арба ойлап табылған. Бұл жайлы Жамиғат Тауарих кітабында нақты деректер келген. Кітапта баяндалуынша, Оғыз хан өзінің әкесі мен немере ағалары және бауырлары мен немере ағаларының балаларына қарсы соғысып жатқан кезінде, олардың еліне шабуылдап, оларды тонады. Ол қауымның арасынан оған өздерінің ақылдарының шешіміне сай қосылған, онымен біріккен барлық туыстары тонап алған олжай, яғни олжалары мен байлықтарын шаруа малдарға артатын еді. Енді біреулері ақылдаса отырып арба жасады. Сөйтіп өздерінің олжалап алған байлықтары мен дүние мүлкін соған тиейтін болды. Яғни арбаға артатын болды. Осы себептен ол қауымдар қаңлы деген атпен аталып кеткен. Қаңлылардың барлық тармақтары солардың ұрпақтарынан тарайды. Әрине, Алла ақиқатын жақсы біледі, деп баяндалған. Бұл жерде бір нәрсені түсіндіріп айтып кетуді жөн көрдім. Бұл сөздерді кітап авторы, яғни Жамиғат Тауарих кітабының авторы Рашидаддин Фазлуллах Хамадани айтып отыр. Осы деректегі ақпараттардан адамзат тарихындағы аса зор маңыздылыққа ие жаңалықты алғашқы рет Оғыз ханның дәуірінде Алатау мен Қаратау баурайындағы қаңлылар ойлап тапқандығы мәлім болады. Бұл көлік құралының пайда болуы адамзат өркениетінің дамуына зор серпіліс бергеніне ешқандай дау жоқ. Қаңқылы деген арбалы деген мағынаны аңғартады. Ең алғашқы арба қаңқ деп аталған екен. Өйткені ол жүрген кезінде қаңқ етіп дыбыс шығаратын болған. Арбаны бірінші болып жасаған адамды қаңқылы, яғни арбалы деп атаған. Сосын одан тараған ұрпақтардың барлығы қаңқылы, яғни қаңлы деп аталып кеткен. Бұл түсініктеме Әбілғазы Баһадүр ханның Түркілер шежіресі атты кітабында келтірілген. Келген жүрегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнге білмейсің, ей адамзат, есіміне береді бала жасын құлпытасты шықылған кей азамат. Арың жолда мал керде бала белде, уайым түбі теңіз қой бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп түгіл қарал елге. Бұл күнде сен мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Бұл күнде сен мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүрегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным, анамызда қара көз бір қыз, бәлкім бөліп берген негізге уысынанмын. Мен қазақпын, бір биік белеспін, мен Европада, Азияда емеспін, мен аралықпын, жетінші материктей, бірақ барша адам мен теңіздің мен. Жүрегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнге білмейсің, ей адамзат, есіміне береді бала жасын құлпытасты шықылған кей азамат. Арың жолда мал керде бала белде, уайым түбі теңіз қой бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп түгіл қарал елге. Бұл күнде сен мен қазақпын, мың өліп,